Бүгін біз осындай ашламфу салатын дайындауды үйренеміз. Ашламфу салатын дайындау үшін алдымен бізге крахмал керек. Крахмалымыз осындай бобовый крахмал, осындай түрі болады, көк түсті. Бұдан біраз салаттар шығады. Алдымен біз дайындау үшін барлығын бірден дайындамай, жарты бөлігін алып қатыратын боламыз. Оны қалай қатыру керек екенін қазір айтатын боламын. Ол үшін алдымен бізге 250 грамм салқын су, крахмалдың жартысы 140 грамм, жалпы көлемі оның 280 грамм болады. Тура жартысын өлшеп аласыздар. Салқын сумен жақсылап отырып араластырасыздар. Кішкене араласпай қалса, түбіне тұнып қалады. Сондықтан жақсылап араластырып тұндырмауды қадағалаймыз. Тұнып қалса, ол түбіне жиналып қалады. Сол кезде біз ыстық су қойып қоямыз газға. Ол қайнағаннан кейін араластырып тұрып, шетінен ақырындап құйып араластырамыз. Яғни құйып жатқан кезде араластырмасаңыздар, ол бірден қатып қалады, комок болып, яғни түйірленіп қалады. Сондықтан қайнап тұрған кезде тұз саласыздар, қайнаған суға тұз салмасаңыздар, тұзсыз болып дәм онша болмай қалады. Сондықтан құйып тұрған кезде жаңағыдай жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай қарап қайталап көріңіздер. Қиын емес, жарты сағатта ғана қата салады, тез жасайсыз. Бұл мөлшермен жасалған кезде сізге бір шамамен 3-4 тарелка салат шығады осы крахмалдан. Солай жақсылап араластырып, бірден құя салмаймыз. Суы кішкене аз болса, осында тез қоймалжың болады. Көбірек құйсаңыздар кішкене денген барып қоюланады. Ол енді судың мөлшеріне қарай. Кішкене бұрқылдап қайнай бастаған кезде оттан аламыз. Бұл салат негізі аппетитті ашатын, өте дәмді, ащы болатын салат. Тарды сіздерге ұсынатын боламын. Яғни осылай дайын болған қоймалжыңымызды осындай ыдысқа, жайпақтау ыдыс болса, жұқалау болады, шұңқырлау ыдыс болса, қалыңдау болады. Ол ештеме етпейді. Астын майлаймызда құя береміз. Бір тегіс болғаны маңызды, главный. Одан кейін оны қатқан кезде пышақпен турап өзіңізге қажетті көлемде турап аласыз. Сондықтан ыдысымыз маңызды емес. Бір тегістеп құйып аламыз. Кішкене суығаннан кейін холодильникке қойсаңыз болады, салқын немесе салқын жерге қойып қатқанын күтеміз. Ашламфудың қатыру жолдары осындай. Қайталап жасап көріңіздер. Еңбегімді бағалап, каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға жауап беремін. Енді ашламфу қатқанша біз оның салатын дайындаймыз, яғни негізгі соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай соевый соус керегі, юн деген, және пекин капустасы, чеснок, әртүрлі зелендер, мен сельдері мен кинзаны алдым, и бұрыш, ашты бұрыш. Отқа табамызды май құйып қыздырамыз, жақсылап отырып, қатты қызғанын күтеміз. Қатты қызған кезде тұзымызды салып, бір араластырып аламыз. Соямызды құйып, чесногымызды салып,
барлығын тез араластырамыз. Қызып тұрған отта көп ұстамаймыз. Мен негізі осы үйдегі барлық заттармен жасадым. Бар заттармен пекин капустасын қосамыз. Егер ет қосамыз десеңіздер, ет қоссаңыздар болады, саңырауқұлақ қоссаңыздар болады. Ол кезде оларды кішкене майға қуырып 5-10 минуттай пісіріп бұқтырып аласыздар. Ал мына жағдайда көп ұстамаймыз. Барлығын аз-аздан қуырғаннан кейін 7-8 минуттай қуырамыз. Келесі бізде зелендер, кинза мен сельдерей. Одан кейін перецімізді салып қуырамыз.